қиын емес. Неге онда сенде логичный сұрақ туады? Неге онда көп адамдар ютубер бола алмайды? Рас Алишер 1,5 миллион теңге тауып жатыр, досик 500-600 мың 700 мың теңге. Енді сұрақ туады сенде логичный. Неге мен таба алмаймын? Неге басқа адамдарда? Онда ана басқа кісілер ақымақ шығар онда? Жоқ. Неге? Потому что дисциплина. Сен дисциплинаны түсіндірем. Сен Алишер сияқты істей аласың. Алишер сияқты болғың келе ме айына 1,5 миллион? Допустим, келеді 1 миллион деші. 1 миллион тапқың келе ме айына? Мысалы да? Тапқың келеді. Неге таппайсың? Потому что сенде дисциплина жоқ. Проблема көп көрермендердің арамызда болса, қанша адамдар сұрақ қояды, ары, бері, анау, мынау, мысалы да. Олардың мақсаттарына жете алмайсың себебі, сол бір кесірі деп айтып та болады, ол дисциплина жоқ. Дисциплина деген не ол? Күнделікті істеу. Мен мысалы досикті қазір вайнмен айналыстырып жатырмын. Досиктің мақсаты сол вайн арқылы айына 1 миллион теңге тауып кейін монетизациялап тиктокер болып жатыр. Менің айтқым келіп тұрғаны күнделікті нәрсе. Сабақ үйренесің ба? Мысалы сен фотошопты үйреніп жатсың, или там YouTube түсініп жатсың, видео түсіріп жатсың. Барлығында сен күнделікті жарты сағатыңды бөліп. Мысалы сен студентсің, дұрыс па? Көп уақытың жоқ. Айлық алып отқан жоқсың. Мысалы бір жерде любой стройкада істеуің мүмкінсің. Допустим, любой темада сен не ютуберсің. Сен күніге жарты сағатыңды бөліп осы YouTube үшін. Білем, не істесем болады? YouTube'ға кір қара. Аллаға шүкір, қазіргі уақытта тегін нәрсені бәрі беріп қойған. Басыңды істетсең, қарасаң, барлығын тегін табасың. Немесе біз жүрміз, міне Асқар жүр, Алишер жүр, Досбол жүр, профи ютуберлер бірнеше жылдан бері. Күледі да жігіттер, күлетін шеш емес, жылау керек, жылау керек. Жылау керек, әсеге жаман. Достар, өздеріңізді ойланып қараңыздаршы, конкретно айтайын, көрермендерге айтып отырмын. Сіздерге осылай жүрген ұнай ма? Ұнай ма, саған айтшы бауырым. Күлетін зат емес ол. Күлмейтін нәрсе. Неге жетісіп күлесің? Неге жетісіп күлесің? Кредиттесің, мысалы, дұрыс па? Зайымдасың. Шындық қой. Шындық. Қалаған машинаңды алмайсың, или ескі машинамен жүресің. Қалаған үйде тұра алмайсың. Ақша санаудан жалыққан жоқсың ба? Тамақ ішейін десең, арзан тамақ қарайсың. Автобуспен жүресің, или пешком жүресің. Таксимен по пути жүресің. Күлетін зат емес ол. Мен даже. Так что, достар, ең бірінші YouTube'да мақсаттарыңа жету үшін дисциплинаны үйреніңдер. Дисциплина деген не дегенде, енді адамдық тілмен түсіндіре кетейін сіздерге. Дисциплина ол қандай? Қажетті нәрсені үнемі жалғасты істеу. Мен өзім түсінгенім бұл жосылай енді. Ол қатты бір проблема, адам түсінбейді емес. Қажетті өзіңе керекті нәрсені тоқтамай істеу. Мысалы сен YouTube үйрену, иә? YouTube'ды үйренген кезде сен күнделікті жарты сағат соған бір нәрсені үйрен. Білемін, мен бүгін жарты сағатта YouTube'дың мысалы алгоритмін қалай түсіну, қалай жұмыс жасайтынын үйрендім. Істеп көрдім. Үйрену деген ол істеп көру. Үйрену оқып алу, баяғы біз мектепте үйретіп бастаған. Так, кітап оқысаң болды, үйреніп алдың. Жоқ, кітап оқығандай шашында сен теория түрде үйренбейсің. Практика керек по-любому. Так что сен практиканы конкретно жаса. Мысалы сен қазір дизайнер боламын деп жатсың, тоже YouTube'ға қатысы бар. Соны сен істеуің керексің. Бүгін жалпы айтатын нәрсе, бүгінгі сабақта енді бұл жаңа стиль видеодан осылай түсіріп жатырмыз. Потому что неге біздер осындай өмірлік стильде түсіріп жатырмыз, адамдарға түсінікті болу үшін. Реально, без монтажа, без ничего, күліп қоямыз. Біреумен ертең контрактқа барсақ, оны да түсіріп аламыз мысалы. Досик, мысалы, алдағы уақытта кім меломенге барып келді әншейіне. Келісіп айтты. Бірінші серия, бұл да үйренетін нәрсеміз, бірінші бөлім деп айтып та болады. Бұл да үйренетін нәрсе, дисциплина бұл. Біз әр сабақта, әр видеода өйстіп, әр неден түсіндіріп отыратын боламыз. Дисциплина болмаса сіз мақсаттарыңызға жете алмайсыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, сау болыңыздар.